Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Бөлім тақырыбы атақты тұлғалар. Сабақтың тақырыбы Шоқан мен мүсінші бала. Қазақ тілі 3-ші сынып. Оқу мақсаты. Мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу. Шолып, танысу мақсатында оқу, рөлге бөліп оқу. Оқыған аудио бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу. Сабақ мақсаты. Мәтінді мәнерлеп, рөлге бөліп оқу. Бейне материалдың мазмұнын ұғып, тірек сөздерді қолданып, тапсырма орындау. Бағалау критерийлері. Мәтінді мәнерлеп, рөлге бөліп оқиды. Тыңдаған материалдың мазмұнын тірек сөздермен жазады. Бала Шоқан повесінің кейіпкерлері Шоқан, Мысық, Шоқанның анасы, әкесі, інісі Жақып. Әңгіме барысында олардың мінез ерекшеліктері іс-әрекеті арқылы ашылып отырады. Бала Шоқанның барлық әрекетінен жасынан ақылды, мейірбан, байсалды болғанын аңғарамыз. Автор Мысықтың іс-әрекеті мен портретінен шағын ғана өз әлемінде жетіліп келе жатқан шебер баланың секемшіл, үркек мінез құлқын нанымды жеткізеді. Шығарма желісі өнерге деген үлкен құрмет пен Шоқан бойындағы адамгершілік қасиеттерді өнеге етеді. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңдер. Шоқан жазғы демалыста қайда келді? Шоқан ауылда кіммен танысты? Шоқан Мысыққа не үшін көмектесті? Ал енді жауабын тексерейік. Шоқан жазғы демалыста ауылға келді. Шоқан ауылда мүсінші бала Мысықпен танысты. Шоқан Мысыққа еңбекқор, дарынды болғаны үшін көмектесті. Екінші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Тірек сөздерге сүйеніп, мазмұнын жазыңдар. Тірек сөздер: мүсін, атақты, көмектесу, әлем, танымал. Үшінші тапсырма. Тірек сөздерді қолданып, кестені толтырыңдар. Өзіңді тексер. Сабақты қорыту мақсатында тест жұмысын орындаңдар. Жауабын тексерейік.